Жігітім жұмыста басқа қалада киімсіз фото видео сұрайды, жібергенім дұрыс па? Жай ғана өзіңіз ойланып көріңізші, дұрыс па, дұрыс емес па жібергеніңіз? Не үшін жібересіз одан кейін? Ол ешкім емес қой, жай ғана ол жігітіңіз, сөйлесіп жүрген бір жігіт, былай айтқанда. Бірде бар адам, бірде жоқ адам деген сияқты. Ертең сол жіберген фото видеоңыз арқылы өзіңізге қарсы қолданатын болады. Ертең қарым-қатынасты тоқтатып көріңізші, соныменен шантаж жасайтын болады. Ертең сол фото видео арқылы сізді пайдаланатын болады, барлық жағынан пайдаланады, былай айтқанда. Ертең сол фото видеомен ақша да істеуі мүмкін. Сол үшін не істей сондай фото видеолар? Былай айтқанда жігітке былай тұрсын, күйеуіңізге жіберудің өзі дұрыс емес, былай айтқанда. Фото видеоны вақтыда отырып ал, фото видеоңды жіберші, ана жеріңді уқалап тұрып жіберші, ана жеріңді ашып тұрып көрсетші, саусағын тығып тұрып көрсетші дейтін жігіттер бар екен ғой. Сол үшін жігіт былай тұрсын, байыңызға да жіберге болмайды.